Қостанай облысының оңтүстік шығысында орналасқан тарихи өлке Амангелді ауданы. Ғасырға жуық тарихы бар. Төскейі 4 түлік малға, атырабы астыққа толы. Батырдың тұяғының ізі қалған. Ақындар жырға қосқан арайлы Амангелді ауданы 1928 жылы Батпаққара атауымен құрылды. 1936 жылдан Батыр есімі беріліп, Амангелді ауданы болып аталады. Кітапхана оқырман мен кітап арасындағы алтын көпір, ал кітап пен кітапхананың тіршілігіне жан беретін, ұлттық құндылықтар мен оқырман ортасын жалғастырушы кітапханашылар. Жаңа заман дәуірі болғанымен рухани азық іздеген, көз ашық, көкірегі ояу адамның келер жері кітапхана. 69 жылдық тарихы бар Қостанай облысы Амангелді ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің орталықтандырылған кітапхана жүйесі коммуналдық мемлекеттік мекемесі 20 кітапхананы біріктіреді. Кітапхана қызметкерлер саны 49, шығармашылықпен айналысатын кітапханашылар саны 35. 18 мың халқы бар. Заман ағымына қарай ілесіп, руханияттың орталығына айналған кітапханада кітап қоры 105.273 дана, оқырман саны 10.754, кітап берілімі 146.406 кітап, келушілер саны 74.526-ны құрап отыр. Кітапханашы адамзатқа құндылық сыйлайтын мамандық. Сол мамандықтың қиындығы мен қызығын бірге атқарып, еңбек етіп, оқырманның рухани талап тілегін қанағаттандырып, жан-тәнімен қызмет атқарып жүрген өз ісінің маманы, кітапхана директоры Мұсабаева Көркем Амантайқызы 2005 жылдан бастап аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесінде қызмет атқарған уақыттарда мәдениет саласының үздігі, кітапхана саласының үздігі, құрметті кітапханашы төсбелгілерімен марапатталды. 2017 жылдан бері орталық кітапхана директоры қызметін абыроймен атқарып келеді. Көркем Амантайқызының басшылығымен кітапханамыз аудандық, облыстық, республикалық марапаттармен марапатталды. Кітапхананың екінші қабатында оқырмандарға қызмет көрсету бөлімі орналасқан. 21.200-ге жуық кітап қоры, 1894 оқырман бар. Бөлім кітапханашылары мәдени көпшілік шаралар, әдеби кештер, поэзия кештері, виртуалды кітап көрмелері, оқырман конференциялар тағы басқа көптеген шараларды өткізеді. Кітапхана жыл сайын жаңа буын әдебиеттермен толықтырылып отырса, кітапханадан өткізілген әртүрлі шаралар жастардың рухани жан дүниесін, ой-өрісін байытуға, қоғамдық сананы қалыптастыруға, өскелең ұрпақты елі мен жерін сүюге бағытталған. Балалар кітапханасы мектепке дейінгі балаларды ата-аналарының атына жазу арқылы кіші және орта буынды оқитын мектеп жасындағы балаларға, мектеп оқушыларына, ата-әжелер мен немерелеріне қызмет көрсетеді. Сондай-ақ кітапханашылар оқырмандарды қызықтыру, оқуға тарту мақсатында аудан мектептерінің оқушыларына мектеп бағдарламасынан тыс жаңа кітаптар, ұсынылған әдебиеттер тізімдерімен таныстыру жұмыстарды үздіксіз жүргізіліп отырады. Осы бөлімде қылғалам және шебер қолдар үйірмесі жұмыс жасайды. Ондағы мақсат балалардың ақыл-ойын, ой-қиялын, іскерлігі мен шеберлігін, тапқырлығы мен ұқыптылығын арттыру. Кітапты өңдеу және толықтыру бөлімінде 2009 жылы орнатылған Рабис бағдарламасы аясында катализатор комплектование модульдері бойынша жұмыс атқарады. Қазіргі уақытта 13.077 дана кітап тіркелген. Республикадан және жергілікті бюджеттен келіп түскен кітаптарды өңдеп, аудандық, ауылдық кітапханаларға таратады. Аудандық орталық кітапхана оқу залында ақын жазушылардың мерейтойларына, мемлекеттік және кәсіби мерекелерге, сонымен қатар арнайы жоспарларға арналған викториналар, әдеби портреттік кештер, дөңгелек үстелдер, әдеби музыкалық композициялар, ауызша журналдар, саяхаттар, кітап көрмелері өтеді. Кітапхананың барлық жұмыстары баспасөз беттеріне жарияланады. Мақала саны 501-ді құрайды. Кітапхана баспасөз шығармаларын жинау, сақтау, насихаттаумен, оқырмандарға баспасөз шығармаларын берумен, мәдени ағарту және ғылыми көпшілік жұмыстарды ұйымдастырумен шұғылданады. Кітапхана ғасырдан ғасырға адамзат тарихының керуенін сүріндірмей әкеле жатқан, шырағы биік парасаттылық пен білімділіктің, байлық пен біліктіліктің киелі ордасы десек, бүгінгі кітапхананы дүниеден ештеңе теңестірмейтін білім бұлағы мен тәрбиенің қазығы дейміз.